Мағжан Жұмабаевтың даналық сөздері. Өзіңе тілемеген жамандықты басқаға да тілеме, өзіңе істеген жақсылықты басқадан қызғанба. Сұм тағдыр абақты ғой саналға. Бала тәрбиесі бір өнер, өнер болғанда ауыр өнер, жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер. Адамның түзу жолға түсуінің бірінші шарты өзін өзі тексеру, өз қатесін көре білу, келешекте сол қателікке жол бермеуге ұмтылу. Тәрбие кең мағынасымен алғанда, қандай болса да бір жан иесіне тиісті азық беріп, сол жан иесінің дұрыс өсуіне көмек көрсету деген сөз. Баланы өз күшіне сендіріп үйрету керек. Ұлт үшін тілінен қымбат еш нәрсе жоқ. Бала тілінің дұрыс өркендеуінің бірінші шарты балаға сөзді бұзып сөйлемеу керек. Білімдінің сөзі ем, мейірімі көп, өзі кең. Тіл адам жанының тілмашы. Қазақтың тағдыры келешекте ел болуы мектебінің қандай негізде құрылуына барып тіреледі. Мектебімізді таза, берік һәм өз жанымызға, қазақ жанына үйлесетін негізде құра білсек, келешегіміз үшін тайынбай-ақ серттесуге болады. Тәрбиедегі мақсат адам деген атты құр жала қылып жапсырмай, шын мағынасымен адам қылып шығару. Адамның шын мағынасымен адам болу үшін өзін сүю, жақындарын сүюмен қанағаттанбайды, жалпы адамзатты сүюі шарт. Адамның бір атаның баласы екені рас болса, белгілі бір заманның баласы екені де даусыз. Бір ұлттың тілінде сол ұлттың жері, тарихы, тұрмысы, мінезі айнадай ашық көрініп тұрады. Қазақ тілінде қазақтың сары сайран даласы, біресе желсіз түндей тымық, біресе құйындай екпінді тарихы, сар далада үдере көшкен тұрмысы, асықпайтын, саспайтын сабырлы мінезі бәрі көрініп тұр. Қазақтың сар даласы кең, тілі де бай. Ақында адамзаттан дос болмайды, жалғыз-ақ сыр сөйлейді қаламына. Еліміздің аз ғана жылдық ояну дәуіріне баға беру үшін Алталаштың баласы бас қосса, қадірлі орын мұғалімдердікі. Назар аударып қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Мағжан атамыздың қай сөзі ұнағанын пікірге жаза кетіңіз.